Мен ажырастым. Әйел жоқшылыққа төзбеді, ерінің басын төрге сүйремеді. Біздің қазақ отбасыларының ажырасуының екі басты себебі бар екен. Сразу дайын бол, оның көзі банкі болып кетуі мүмкін. Жаным сол, сенің кредитің бар ма? Рассрочкаң бар ма, жоқ па? Микрокредит алып көрдің ба? Пособиямды қайнатама берем. Ол саған бір первый звоночек болу керек. Мен ажырастым. Бұл ешқандай мақтаныш емес. Бірақ шындық. Қазақстан әлем бойынша ажырасудан қазір статистика бойынша екінші орында тұр екен. Мальдив аралдарынан кейін. Әсіресе жас отбасылардың арасында ажырасу өте жиі болып жатады. Көбіне бұл ажырасуда әйелдерді кінәлайды. Әйел жоқшылыққа төзбеді, ерінің басын төрге сүйремеді, әйел жоқтан бар жасамады, әйел қайын жұртқа қызмет жасамады. Оңбаған әйелдер-ай, бұрынғы жоқшылыққа да көнетін, үйдің жұмысын істейтін, сиыр сауып, 5 бала туып, ешқандай памперсіз бала өсіретін әйелдер қайда десеңші. Бірақ сол әйелдерден ажырасуыңа кім кінәлі десең, қайын жұрт кінәлі. Енем күн көрсетпеді, қайнапаларым күн көрсетпеді, күйеуім ақша таппады. Яғни екінші жақты жамандайды. Жалпы объективті түрде қарайтын болсақ, ажырасудың, біздің қазақ отбасыларының ажырасуының екі басты себебі бар екен. Алғашқысы, жас отбасының өміріне қайын жұрттың, ата-ененің, қайнапаның, бүкіл әулеттің және мына жақтан қыздың төркінінің араласуы. Өйткені бұлар әлі жас, не істеу керегін білмейді деп ойлайды. Шыны керек, мен өзім оған түбегейлі қарсымын. Өйткені бір-бірін құшақта, баймалап, төсекте жатуды, ләззат алуды білген отбасы, осыны білетін жастар әрі қарай ақша табуды, бір-бірін бағуды, арасындағы конфликті де шешуді біледі деп ойлаймын. Мейлі, бұл бірінші себеп бойынша психологтар айта жатар. Ал менің айтпағым, бұл ең басты себептердің бірі ажырасудың ақша мәселесі. Яғни біріншісі туысқандары араласа берсе, екеуінің қарым-қатынасы, екіншісі ақша мәселесі, яғни қаржылай факторлар. Өйткені көптеген ұрыс осы ақшаның төңірегінде шығады екен. Мен Гүлмира Қарасайқызы, қаржылық істер бойынша 15 жылдық тәжірибесі бар заңгермін және соңғы 11 жылда биржада инвестиция мен ақшаны көбейтумен айналысамын. Сондықтан осы ақша мәселесі бойынша жас отбасылар осы мәселені алдын ала шешіп алуы үшін сіздерге берер кеңесім бар. Менің YouTube каналымда ақша, кредит, микрокредит, арест, инвестицияға байланысты көптеген ақпараттар бар. Каналға подписаться етіп жазылуды ұмытпа және осы видеоны таныстарыңа жіберіп бөліс. Сонымен, күйеуге тиіп, ажырасып кеткің келмесе, айналайын. Дәл қазір мен айтатын сұрақтарды жаттап ал және сүйіктіңе осы сұрақтың бәрін алдын ала қойып, прям чек-лист сияқты осы мәселенің басын ашып ал. Бұл кеңес тек қана қыздарға арналмаған. Ер жігіттер менің каналымда бар екен білем, сіздер де тыңдап, әйел адамдарға өздерінің таңдаған жарларына осы сұрақты алдын ала қою керек. Бұл видеоны 16 жасқа толған адамның барлығы көру керек деп есептеймін. Неліктен? Көбіне біз, ой, мен әлі күйеуге тимеймін, мектеп бітірем, универ оқимын, карьера жасаймын, квартира алам, мен машина алам, одан кейін 25-ке келгенде ғана күйеуге тием деп ойлайтын қыздар сеніңдер маған. Кезінде мен де солай ойлаған, бірақ 19-20 жасында күйеуге тиіп кеттім. Өйткені гармон ойнағанда, басың махаббаттан айналғанда, кішкентай тәп-тәтті сәбилерді көрген кезде, ана жігітім басқа біреуге үйленіп кете ма деп қорыққаннан өзің қалай күйеуге тигенді білмей қаласың. Осылай болмауы үшін 16-ға толған жастардың барлығы осы видеоны көрсін. Әрине, біз жігітті алғаш кездестірген кезде оның сырт келбетіне, оның қамқорлығына мән береміз. Бірақ жаным ойланшы, ол саған таксиге ақша беру мүмкін, кішігірім тамағыңды, ужин, анау-мынау, клубника в шоколаде алып беру мүмкін, 8 мартқа күшті сыйлық сыйлау мүмкін. Бірақ болашақ өмірде ол ақша жеткіліксіз болады. Сондықтан үйленгенге дейін I say yes деп инстаграмға күшті фото салғанға дейін кейде аптығыңды басып, жігітіңмен бірге, немесе жігіттер қыздарыңмен бірге, жаным сол. Біз егер үйлену, серьезно, мен сен серьезно жүрсің ба деп сұрайсың ғой, сен маған серьезно үйленгің келсе, екеуміз отбасын құрғымыз келсе,
давай мынаны анықтап алайықшы дейсің. Ең бірінші қоятын сұрағың, сразу дайын бол, оның көзі банкі болып кетуі мүмкін. И ол сен ақшаны ойлап отырсың ба, анау мынау деп осылай бірден эмоционалды түрде жауап беруі мүмкін. Тіпті мен қазір ол сұрақтарды айтқан кезде жаным сол сен өзі қош оның бәрін сұрасам арамыз суып кетеді деп сразу видеоны өшіріп кетуі мүмкін. Но айналайын, болашақта ажырасқың келмесе, лучше мені мұқият тыңда. Сонымен ең алғашқы қоятын сұрағымыз. Жаным сол, сенің кредитің бар ма? 18-ге толған болса бәріне беріп жатыр ғой. Ол саған жоқ деп жауап беруі мүмкін. Онда екінші сұрақ. Сен өз атыңа алған, біреуге алып берген кредитің бар ма? Осыны бөлек сұрау керек. Неліктен? Өйткені болашақта сіздер үйленген соң телефонына просрочка келеді. Не болып қалды? Қайдағы просрочка? Сен кредитім жоқ деп едің ғой десең, мен сестрам алып беріп едім ғой. Или дос балаға алып беріп едім ғой. Или жұмысымда біреуге, бір тәтеге алып беріп едім. Ол кредит менікі емес дейді. Бірақ мен 15 жылдық тәжірибесі бар, қаржылық істер бойынша, кредит бойынша заңгер ретінде білетінім, егер ол кредит сенің атыңа тіркелген болса, ол кредит сенікі. Сестраң алып бердің ба, досың, не важно, ол кредит сенікі. Сол үшін анықтап ал, өзінің атына біреуге көмектесемін деп алып берген кредиті бар ма, жоқ па. Егер кредиті бар болса, әрине желательно кредитный историясын сұра. Не үшін кредитный историясы керек екенін мен саған түсіндірем кейін. Және одан кейінгі сұрағымыз, төртінші, бұл рассрочкаң бар ма, жоқ па? Кредит емес рассрочка. iPhone алды, может, біреуге сыйлық алып берді. Өз атыңда рассрочкаң бар ма, біреуге алып берген рассрочкаң бар ма деп сұрау керек. Одан бөлек, сен біреуге алдырған рассрочкаң бар ма деп сұрайсың. Яғни, мүмкін оның пенсионкасы жоқ болды, жігітіңнің. И ол iPhone 15, 16 алғысы келді, и уже там сестрасын попросиді, сестрасы өзінің атына алып берді. Ертең қайнапаң саған келіп айтады, сенің байың менің атыма рассрочкаға кредит алған, төлесін соны деп. И уже сол жерде сенің просто жоқ жерден ешқандай кінәң жоқ, бірақ қайнапаңмен, яғни қайын жұртпен ара қатынасың бұзылып кетеді. Көрдің ба? Келесі сұрайтынымыз бұл жаным сол, микрокредит алып көрдің ба? Микрокредит алдың ба, бар ма, жоқ емес, просто дәмін көрдің ба деп сұрашы. Окей? Өйткені микрокредит бұл кредит емес, оның рискі өте төмен. Егер микрокредит алып көрген болса, имей в виду, ол жігітті тастап кет демеймін. Әрине, микрокредит алып көрген адамда түзелуі мүмкін, бірақ ескерші, ең жиі микрокредитті алатын адамдар бұл бірінші очередте қазір игромандар. Яғни онлайн казино. Ол мейлі казиноға бармаса да, сол микрокредиттен алып, салып жүріп, телеграмда ойындар бар, әртүрлі приложениялар бар, кәдімгі 1xbet бар, Олимпиад, сондай ойындарды ойнайтындар микрокредитті ең жиі алатындар. Екінші микрокредитті көп алатындар, бұл базардағы саудагерлер, ол көбінесе тәтелер. Қатысы жоқ, Сондықтан егер микрокредит алып көрдім десе, ол саған бір первый звоночек болу керек. Деп, әрі қарай тағы да кішкене сұрайын дегендей. Микрокредитті кейін тағы да тарқатып айта жатарым. Келесі сұрағымыз. Біз үйленген соң ақшаны бірігіп басқарамыз ба? Екеуміз, немесе сен өз ақшаңды өзің жұмсап, мен өз ақшама өзім косметика алып, әдемі болып жүреміз ба дейсің. Бұл сұрақтардың барлығын ести бастаған кезде сіздің жігітіңіз не дейді? Жаным, сен уайымдамашы, мен сені баға алмайды деп ойлайсың ба? Өзім бағам сен жұмыс істемей үйде отыра бер, өзің біл дейді. Жаным сол, осындай отбасылар кейін кемінде 1,5 жыл тұрасың, әрі қарай уже ұрыса бастайсың. Өйткені оның тапқаны саған жетпеуі де мүмкін. Немесе оның тапқаны мына жақта вообще общий котелға кетуі мүмкін. Сол үшін тоқтап қалма. Яғни ортада жігітің андай деп, давай осының барлығын қояқшы, шешіп алайықшы, мен сені бағам, уайымдама десе, әрі қарай тағы сұрағым бар еді, давай ашып сөйлесіп аламыз дерші. Әрі қарай қандай сұрақ? Ақшаны сен өз ақшаңмен өзің жүресің ба, мен өз ақшаммен өзім жүрем ба деген сұрақ. Одан кейін келесі сұрақ. Ақшаны үйде кім ұстайтын болады? Сен ұстайсың ба, мен ұстаймын ба? Немесе әсіресе ата енесімен тұратындар общий котелға ақшаны үлкендерге береміз ба деген сұрақты қою керек міндетті түрде. Өйткені маған Инстаграмда қаншама қыздар жазады. Пособиямды қайнатама берем. Мен вообще в шокемін әрине. Ойлашы, сен осы сұрақты анықтап алмасаң, егер сен баратын үйде бұрыннан бері қалыптасқан ереже бар болса, біздің үйде ақшаны атамыз ұстайды, немесе енеміз ұстайды, мамашка ұстайды. Сол үйге барып, сен жап-жас келін болып, ол үйдің ережесін бұза алмайсың. Бірақ сен бұны алдын ала күйеуге тигенге дейін жігітіңмен анықтап, өздерінің болашақ жас отбасыларында жаңа ереже қалыптастыруға болады.
ақшаны күйеуің ұстайды, немесе сен ұстайсың, немесе екеуіңіз бірігіп ұстайсыздар, және крупный покупка дейді ғой, үлкен. Мысалға, мен үшін крупный покупка қанша? Әркімнің отбасылық табысына байланысты ғой. Мысалға 50 мыңнан жоғары сен 50 мыңға косметика заказ беріп алғың келеді ма? Или Wildberries'тен, Каспийден товар заказ бергің келеді ма? Сен уже күйеуіңе айтасың, мен 50 мыңға осыны алғым келеді. Міне общий ақшадан мен аламын. Яғни сен осыны анықтап алуың керек. Егер біздің үйде ақшаны мамашка ұстайтын болса, онда сен мынаған дайын болуың керек. Мамашкадан немесе әкесінен үйде кешкі тамақ пісіруге сәбіз бітіп қалды ма, картошка бітті ма, макарон керек па, қайнатаң айтасың, күйеуің айтпайсың. Күйеуге барып, сен сәбіз керек еді тамақ пісіруге, или ертең балам туған күні мен торт пісірейін деп едім, соған ванилин анау-мынау алайын деп едім, папаға айтсай дейді. И сен сонда күйеуің қалады бір шетте, күйеуің мәселені шешпейді, қайнатаңа барып айтасың да. Не только продукты, сен өзіңе элементарно гигиенический прокладка керек болса, қайнатаң айтасың, мен ана ұсақ түйегіме ақша керек еді дейсің. Қайнатаң сенің косметикаң, прокладкаң, тампондарың қанша тұратынын білмейді, как есть. И ол саған 1000 теңге береді. А саған кемі 5000 керек та оған, көрдің ба? Немесе подружкалармен баратын едім массажға, спаға, кофейняға, саған 15000 керек. Ол саған 5000 теңге береді. Осыған дайын болуың керек, егер ол үйде общий котел болса. Или сен күйеуіңмен алдын ала келісіп алуың керек. Давай біз өзіміз общий котелымызды жасаймыз, сен осыны ата-анаңа айтасың деп. Окей? Келесі басын ашып алатын өте щепетильный дүние. Егер біз сенің ата-анаңмен тұрмайтын болсақ, мысалы ол айтуы мүмкін ғой, ата-анаңмен тұрмаймыз, бөлек шығамыз, уайымдама, ата-ана неге күнде таңертең 5-те тұрып сиыр сауып қызмет етпейсің деп. Онда әрі қарай қайда тұрамыз? Квартира арендовать етеміз ба? Или алып қойған, ипотекаға алған, или өзің уже сатып алған үйің бар ма? Квартира арендовать ететін болсақ, қандай? Кәдімгі нормальный ЖК-лардан ба, или времянкадан ба деп. Времянканы 50 мыңға алуға болады Алматыда. Бірақ условиясы жоқ. Или сен ЖК-ға барасың да 200 мыңға аласың. Анықтап алу керек. Квартираны арендаға аламыз десе, онда сәйкесінше сіздің отбасындағы ең басты мәселе баспана болады. Келесі сұрақ туындайды осыдан. Біз бірінші баспаналы боламыз ба? Ақша жинаймыз ба осыған бірігіп? Немесе сенің қандай жоспарың бар? Көбіне жігіттерден мынадай жауап келеді. Мен бір машина алып алсам ба деп едім. Әсіресе ауылда тұратын жас отбасылар күйеуі қалада жұмыс істейтін болса, ол күйеу сол қалаға барып келуге машина алғысы келеді. Және оны былай ақтайды. Мен машина аламын, және таңертең жұмысқа барғанда, кеште жұмыстан қайтқанда таксовать етіп, попутчиктерді алып ақша табамын дейді. Бірақ ол күні бойы таксовать етпейді. Ол офисте жұмыс істейді, или бір заводта жұмыс істейді. Получается, машинаны ол 24/7 қолданбайды, яғни хотя бы күніне 10 сағат ол машинада жүрмейді, таксовать етпейді. Ол таңертең баруға келуге ғана машина керек. Мұндай жағдайда ол кәдімгідей актив емес, точно пассив. Өйткені мен айналамда қарасам, отбасыларда жиі кездесетін мәселе, олар осы бірінші үй алады ма, ипотекаға ақша жинап, жер алады ма, сөйтіп үй салады ма, немесе машина алады ма, осыны шеше алмайды екен. Әйел әсіресе бала туғаннан кейін, гнездование болғаннан кейін, ол қатты уайымдай бастайды. Өзіміз болса, хотя бы 1 миллионға жер сатып алайықшы Алматы облысының шетінен деп, соны уайымдайды. А ер адам машинаны қалайды екен. Мына жақта мынау үй алайық дейді, мынау машина алайық дейді. Мен тіпті мынадай жағдайды кездестірген бір отбасы жер сатып алады. Оған фундамент құюға ақша жоқ, примерно 1,5-2 миллионның айналасындағы жер. Одан кейін күйеу айтады, маған машина керек, мен қиналып кеттім, таксимен жүріп, автобуста кәдімгідей орын жоқ деген сияқты. Ана 1,5 миллионға алған жерді сатады. Примерно 1-2 жыл тұрады ол, сатады, одан кейін мынаған көлік алады. 1,5-2 миллионға қандай жөн дұрыс көлік келеді? Ол әрине бозылады. Одан кейін мына жақта бір күні әйелдің гармоны ойлайды, айғайлайды, қашанғы біреудің үйінде тұрамыз, қашан жер аласың, көлігіңді сат. Сонымен көлігін сатып тағы да жер алады, бірақ фундамент құйылмай тұрады. Осылай біресе жер алып, оны сатып, көлік алып, көлікті сатып, жер алып жүрген отбасылар көп. Осылай алғашқы 7-8-10 жылы осыған кетеді. Сол үшін сен оны желательно алдын ала күйеуге тигенге дейін, отбасын құрғанға дейін шешіп ал. Біз ақша жинап, алғашқы 3 жылда ақша жинап үй аламыз ба, или көлік аламыз ба? Әсіресе көлікке деген құмары қанбаған жігіттер бірінші орында көлік аламыз деуі мүмкін. Егер көлік алам десе, оған дайын болуың керек. Үй алуға байланысты анықтап алатын тағы да бір жайт, біз үйді ипотекаға аламыз ба, немесе толық жинап ешқандай кредитсіз аламыз ба? Бұл әсіресе намазхан жігіттер мен қыздардың арасында туындайтын дау. Қазіргі таңда біз енді өзімізді мұсылман мемлекеті деп заңда жазылмағанымен, қазақтар өзімізді мұсылман деп санаймыз. Осының ішінде дінді қатты ұстанатындар бар, және дінді белгілі бір ортада, дейді ғой, нейтрально ұстайтындар бар. Қазір байқасаңыздар,
айналамызда хиджаб киетін қыздар бар, дінді ұстанатын, 5 уақыт намазын оқитын, жұма намазды қалдырмайтын жігіттер де бар. Оның барлығына менің көз қарасым түзу. Менің айналамда әртүрлі адамдар бар. Ол қандай дінге сенуі, дінді қаншалықты деңгейде ұстауы әркімнің жеке өзінің құқығы. Дегенмен ойланыңыз, сіз намазға енді келдіңіз, иә? Мүмкін сіздің рассрочкаңыз бар. Рассрочкаға алған кәдімгі товарыңыз бар деген сияқты. Күйеуіңіз намазды бұрыннан бері ұстайды. Сіздерде пәтер жоқ. Күйеуіңіз ипотекаға пайызбен берілетін кредитке мүлдем қарсы. Сонымен қатар, кейбір, енді менің естуімше, кейбір осындай ислам дінін қатты ұстанатын отбасыларда әлгіндей контрацептив деген бар ғой, балалы боламыз деген сұрақ алда бар тағы. Қашан балалы боламыз деген сұрақ жоспарлы түрде қарастырылмайды екен, қашан Құдай береді, соншалықты туа береді. Енді ойланып қара, сіздер жалға алған пәтерде тұрасыздар. Контрацептив қолдануға болмайды деп шештіңіздер өзара. Демек, жылда бір баланы босанып отырасың. А күйеу үйді ипотекаға алуға, ақшаны депозитте жинауға, өйткені депозиттің пайызы харам деп есептейді, осының барлығына қарсы. Сенде уже 5 жылда 5 бала болады. Дайынсың ба осыған? Сол үшін үйді ипотекаға аламыз ба? Хотя бы үйді, осының барлығын шешіп алу керек. Және келесі сұрақ, біз үйленген соң бірден балалы болуға әрекет жасаймыз ба? Әлде медицинаның көмегімен дамыған заманда әртүрлі өзімізге қажет деп тапқан контрацептивті қолданып, балалы болуға жоспарлы түрде, саналы түрде қараймыз ба деп. Шыны керек, мен мұна қашан балалы боласың десе, Құдай берген күні боламыз дейді. Бірақ сен түсінуің керек қой, айналайын, жыныстық қатынасқа түскен кезде сенде уже автоматически артықта бала пайда болады деген мүмкіндік кемі 95%. Мысалға 100 жас отбасына алайық. 100 жас отбасы бір күнде үйленді, олардың 95-і кемінде, мүмкін тіпті 98-і шамамен 3 айдан кейін әйелі жүкті екенін біледі. Қалған бір 5-3% ол медициналық әртүрлі көрсеткіштерге байланысты бір 2 жылда балалы болуы мүмкін. Сәйкесінше жас отбасын құрып, жыныстық қатынасқа түскеннен кейін балалы болатыны уже и так понятно ғой. Құдай қашан берген емес, ол высока вероятность балалы болуға. А бала қазіргі заманда это жаным сол, дорогое удовольствие. Сондықтан біз бірден балалы боламыз ба, немесе алғашқы 3 жылда екеуміз анализ тапсырып, чекап өтіп, қош ақылы чекап емес, просто осымызбен өте берші, айналайын. Осымызбен тегін өткеннің өзінде саған ферритинің төмен, гемоглобинің төмен болса, сен онда дәрілер алып ішесің. Сәйкесінше ол ақша. Демек, балалы болғанға дейін дайындықтың өзі ақша. А бала дүниеге келген кезде ол кәдімгідей ақша. Және ең үлкен ұрыстар жас отбасыларда аяғы ауыр, гормон ойнап тұрған әйелмен, әсіресе декретке шығып жатқан, декретте отырып қалған әйел, сен 7-ші айында декретке шыққаннан кейін сенде ақша жоқ қой пока. Ну, декретіне енді күтесің әрине. Сол кезеңде жас отбасыларда ең үлкен ұрыс басталады екен. Гормон, ақша жетпеуі, күйеуі мүмкін оған көбірек көңіл бөлмеді деген сияқты. Бірақ осы жерде хотя бы гормонды қояйықшы, қарым-қатынастың ұрысын емес, именно ақша мәселесін алдын ала шешіп алсаң, үйіңде ұрыс аз болады, жаным сол. Окей? Сол үшін баланы қашан дүниеге әкелетіндеріңді шамамен болсын жоспарлап шешіп алған жөн. Келесі сұрақ. Қазір декретпен миллионға шығатындар өте көп, Инстаграмда. Оны мен өзімде үйреткен болатынмын. Кәсіпкерлікті жүргізе отырып, адал түрде, балалы болған кезде миллион табуға болады. Бірақ сол декретке шыққан кезде сенің алатын 1 миллион, 2 миллионың бір баланы толық бағуға жетпеуі мүмкін. Кроваты бар, коляскасы бар, тағы да басқа шығындары бар. Оның үстіне әсіресе медициналық жағынан мына дұрыс салауатты тамақтанудың өзіне көп ақша кетеді. Так что декретке миллионмен деген кезде түсіну керек, ол миллион балаға кететін. Но өкінішке орай кейбір отбасыларда осы аяғы ауыр, екіқабат әйелдің шотына түсетін декретныйды аңдып отыратын мынадай көздер бар екен. Ана тойға алған кредитті, саған декретке ана миллионың қашан түседі, қанша түседі екен есептеш, тойға алған кредитті жауап тастайықшы, досрочно дейді. Или әлі де машина айдадан құмары қанбаған күйеуің, саған ақша түссе, соған машина алып алайықшы дейді. Мен таксовать етем, жұмысқа барып келген дейді. Жаңа таңертең кешкісін попутчигін ғана айтып тұрға 400 теңге, 500 теңге төлейтін. Сен келін болып түскен жерде отбасында сенің декретніңді санап отырған енең мен қайнатаң бар. Живой пример алдарыңда біздің бірінші отбасымызда дәл сол декретныйдің үстінде үлкен айғай шығып, сол декретный ауылға кету керек болып,
сондай бір өте күрсінетін жағдай болған. Угрозамен 7-ші айда тепкілеп мен вообще сохранениеден бірақ шыққанмын. Өйткені декретный түсетін кезде, все, мен жұмыс істемеймін. Ол кезде сотта жұмыс істейтін. Енді жұмыс істемеймін, үйде отырам. Картамен удостоверениені алды да, декретный осы картаға түседі ма, халық банктің? Иә, все алып кетті. Ауылға папаға машина алу керек деді. Өйткені ауылдан қалаға келіп тұрады бізге папа деді. Менің басқа жоспарым бар еді. Алғашқы бөпем, мені ғана әрине кровать алғым келеді, коляска, мынандай шепчиктер, күшті ползункилар алғым келеді. Менің қиялым басқа ғой, декретный түссе балама күшті киімдер алам деген. Мына жақта менің декретныйымды менен бұрын жоспарлап отырған қайын жұрт бар екен. Осыдан сақ болғың келсе, ертең осының үстінде ұрысып, нервничетіп, сохранениеге түсіп, ана балаңа зиян тигізім келмесе, пожалуйста, алдын ала шешіп алшы. Декрет, прям болашақ күйеуіңе мынадай сұрақты қой. Декретный мен пособияны мен өзім басқарамын ба? Әлде ол общий бюджетке кіріп кетеді ма? Сен оған араласасың ба? Менің ойымша, шыны керек, как есть айтайыншы. Егер маған сен бала туып декретный аласың ба? Или енді әрине ол болуы мүмкін емес дүние. Екінші адам баланы туады, сол декретный алады десе, мысалға, давайте кішкене пофантазируем, ер азамат босанып сол декретный алады, бір жерін ауыртып босанады десе, без проблем сол декретныйға бере салатын едім. Өйткені баланы дүниеге әкелу үлкен күш, және баланы дүниеге әкелген соң сол декретныйдің ақшасы, жаным, сол сенің мына тісіңді емдетуге жетпей қалуы мүмкін ғой. Тісті емдету қазір 2,5-3 миллионның айналасында как и есть. Мына жақтың барлығын жөндеуге саған точно ақша керек болады. Сол үшін алдын ала шешіп ал. Соңғы сұрақ, егер күйеуге тиіп, немесе үйленіп ажырасып кетпек десең, әсіресе туыстармен ұрысып отырып ажырасып кетпек десең, мына сұрақты міндетті түрде қой. Біз үйленген соң бір-біріміздің туысқанымызға көмектесеміз ба, ақша береміз ба деп анықтап ал. Менің ойымша, сен өзіңнің отбасыңды реттей алмай, басыңда баспанаң жоқ, хотя бір үйге бір көлігің жоқ, бала-шағаңа жинаған депозитің жоқ болса, басқа туыстарыңа көмектесу, мейлі төркініңе, немесе мейлі қайын жұртыңа көмектесу, ол шыны керек, ол ақымақтық. Өйткені өз жыртығыңды жамай алмай, сен өзгелерге көмектесіп отырсың. Өзіңе тамақ керек кезде сен олардан сұрасаң көмектеспеуі мүмкін. Сол үшін әркім өзіне жауапкершілік алу керек. Яғни күйеуіңмен алдын ала сұрап аласың. Егер менің ағам сенен келіп 5 мың теңге сұраса, бересің ба дейсің. Берем десе, уже ертең ол сенің ағаң сол 5 мың қарызды қайтармаса, күйеуің саған сөйлейді. Или сенің туысқандарыңды, төркіндеріңді ұнатпай, жақтырмай қалады. Немесе сен қайнапаңа рассрочкаға кредит алып беретін болсаң, қайнапаң төлемесе, ертең сенің ара қатынасың бұзылады. Сен бастапқыда қайын жұртқа күшті болып көріну үшін қайнапаң келіп рассрочкаға телефон алып бер десе, алып бере салуы мүмкін да. Көрдің ба? Дәл осындай ұсақ түйектен шығатын ұрыстар, ең басты бұның себебі не екен? Ақша. Сол үшін осындай ақша мәселесін күйеуіңмен прям алдын ала үйленгенге дейін шешіп алатын болсаң, уже сіздерде белгілі бір ереже қалыптасады. Оны прям жазу емес, бірақ общий түсінік қалыптасады. Уже осы сұрақтардың жауабын тыңдағаннан кейін үйге барып, прям салқын санамен ойланасың. Ол маған былай жауап берді. Қалай болар екен? Сонда оның көзқарасы былай деп. Яғни сен осылай өзіңді және болашақ күйеуіңді ересек өмірге дайындайсың.